Егін шартылған Зайсан аудандық мәслихатының 12 депутаттың бүгін сессияға қатысып отырғаны 10, біреуі екеуі себепті, біреуі сапарда, біреуі денсаулық. Құрметті депутаттар, бүгін сессияға аудан әкімінің орынбасары, аудан әкімінің міндетін атқарушы Өтебаев Асқат Арынқызы қатысып отыр. Бүгін сессияға дербес бөлім және мекеме басшылары, қала, ауыл, округ әкімдері, бақ өкілдері шақырылған. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтарда Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңының 11 бабының 3 тармағына сәйкес Зайсан аудандық мәслихатының кезектен тыс 49 сессиясын өткізуге болады. Орын бар. Аудандық мәслихаттың кезектен тыс 49 сессиясын ашу жөнінде қандай ұсыныстарыңыз бар? Ашылсын деген сөз дауыс қоямын, жақтап, қарсы қалып. Аудандық мәслихаттың кезектен тыс 49 сессиясы ашық деп жарияланды. Сессия хаттамасы жазу үшін редакциялық және дауыстарды санау үшін есеп комиссиясын сайлауы. Редакциялық комиссия құрамына депутаттар Шәкенов Ризабек, Смағұл Асқар Тоқтайханұлы, есеп комиссиясының құрамына депутаттар Самарқанов Бердібек Еңсебекұлы, Ахмет Қали, Асқар Асылсайласын деген сөз бар. Басқа сөздеріңіз бар ма? Жоқ болса, осы депутаттар үшін дауыс берулерін сұраймын. Жақтап, қарсы қалып. Бүгін сессия күн тәртібін бекітіп керек. Құрметті депутаттар, күн тәртібі туралы шешім жобалары қолдарыңызға таратылып берілген. Сессия күн тәртібінде қандай ұсыныстарыңыз бар? Күн тәртібі бекітсін деген дауысқа қойып, жақтап, қарсы қалып жоқ, бірауыздан бекітілді. Сессияның төмендегідей жұмыс регламенті ұсынылады. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша баяндамашыларға 8-10 минут, әртүрлі мәселелер бойынша хабарламашыларға 5-8 минут, жарыс сөйлеушілерге 5-8 минут, анықтама берушілерге сессия соңына дейін 3 минут беріледі. Басқа сөз бар ма? Жоқ болса, бүгін сессия осындай жұмыс регламенті бекітсін деген дауыс қойып, жақтап, қарсы қалып жоқ, бірауыздан бекітілді. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша Зайсан аудандық мәслихаттың 2025 жылғы 23 желтоқсанында 2026-28 жылдарға арналған Зайсан ауданы Айналы ауылдық округінің бюджеті туралы нөмірі 46-2-8 шешімдер өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы баяндама жасау үшін Айналы ауылдық округінің әкімі Атан Байбек Бақтыгелдіге шақырып сөз беріледі. Баяндама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған, баяндаманы қайта тыңдау қажеттігі бар ма? Жоқ болса дауысқа қойып, жақтап, қарсы қалған жоқ, қабылданды. Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса сұрақ тоқтатылсын деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы қалған жоқ, қабылданды. Айбек Бақтыбек орныңызға отыруға болады. Осы мәселе бойынша жарыс сөйлеушілер бар ма? Жоқ болса жарыс сөз тоқтатылсын деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Қаралып отырған мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызға таратылып берілген. Редакциялық комиссия шешім жобасына өзгеріс жасау үшін ұсыныстар болды ма? Жоқ болса, осы мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек. Дауысқа қоямын. Жақтап, қарсы қалған жоқ, бірауыздан шешім жобасы қабылданды. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша Зайсан аудандық мәслихатының 2025 жылғы 23 желтоқсанда 2026-28 жылдарға арналған Зайсан ауданы Біржан ауылдық округінің бюджеті туралы нөмірі 46-3-8 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы баяндама жасау үшін Біржан ауылдық округінің әкімі Ошақбаев Дидар Бақтыбекұлыға шақырып сөз беріледі. Баяндама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған, баяндаманы қайта тыңдаудың қажеттігі бар ма? Жоқ болса дауысқа қойып, жақтап, қарсы қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Баяндамашыға кімде қандай сұрақ бар? Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса сұрақ тоқтатылсын деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Дидар Бақтыбекұлы орныңызға отыруға болады. Құрметті депутаттар, осы мәселе бойынша жарыс сөйлеушілер бар ма? Жоқ болса жарыс сөз тоқтатылсын деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Қаралып отырған мәселе бойынша құрметті депутаттар шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызға таратылып берілген. Редакциялық комиссия шешім жобасын өзгеріс жасау жөнінде ұсыныс болды ма? Жоқ болса, осы шешім жобасы қабылдансын деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы қалған жоқ, бірауыздан шешім жобасы қабылданды. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе Зайсан аудандық мәслихатының 2025 жылғы 23 желтоқсанда 26-28 жылдарға арналған Зайсан ауданы Зайсан қаласының бюджеті туралы нөмірі 46-4-8 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу үшін баяндама жасау үшін Зайсан қаласының әкімі Талғат Әбдіғалиевке шақырып сөз беріледі. Құрметті депутаттар, баяндама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған, баяндаманы қайта тыңдаудың қажеттігі бар ма? Жоқ болса дауысқа қойып, жақтап, қарсы қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса сұрақ тоқтатылсын деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Ринат Әділбекұлы орныңызға отыруға болады. Осы мәселе бойынша жарыс сөйлеушілер
берілген. Редакция комиссиясы шешім жобасына өзгеріс жасау ұсыныс болды ма? Жоқ болса, осы шешім жобасы қабылдансын деген ұсынысты дауыс беремін. Жақтап, қарсы қалыс қалған жоқ, бірауыздан шешім жобасы қабылданды. Күн тәртібіндегі 4-ші мәселе бойынша Зайсан аудандық мәслихаттың 2025 жылы 23 желтоқсан 26-27 жылдарға арналған Зайсан ауданы Дайыр ауылдық округінің бюджеті туралы нөмір 46-8 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы баяндама жасау үшін Дайыр ауылдық округінің әкімі Исан Нұржан Бауыржанұлы мінбеге шақырып сөз беріледі. Құрметті депутаттар, баяндама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған баяндаманы қайта тыңдаудың қажеттілігі бар ма? Жоқ болса дауысқа қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Баяндамашыға кімде қандай сұрақтар? Сұрақ бар ма? Жоқ болса сұрақ тоқтатсын деген сөз дауыс беремін. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, қабылданды. Нұржан Бауыржанұлы орныңызға отыруға болады. Осы мәселе бойынша жарыс сөзге шығушылар бар ма? Жоқ болса жарыс сөз тоқтатсын деген сөз дауыс беремін. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Құрметті депутаттар, қаралып отырған мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызға таратылып берілген. Редакциялық комиссия шешім жобасына өзгеріс жасау жөнінде ұсыныс болды ма? Жоқ болса, осы шешім жобасы қабылдансын деген ұсынысты дауыс беремін. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан шешім жобасы қабылданды. Күн тәртібіндегі 5-ші мәселе бойынша Зайсан аудандық мәслихаттың 2025 жылы 23 желтоқсанда 2026-28 жылдарға арналған Зайсан ауданы Қарабұлақ ауылдық округінің бюджеті туралы нөмір 46-8 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар жасау үшін баяндама жасау үшін Қарабұлақ ауылдық округінің әкімі Иншанов Айдар Қадырбекұлы мінбеге шақырып сөз беріледі. Құрметті депутаттар, баяндама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған. Баяндаманы қайта тыңдаудың қажеттілігі бар ма? Жоқ болса дауысқа қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса сұрақ тоқталсын деген ұсыныс дауыс беремін. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Айдар Қадырбекұлы орныңызға отыруға болады. Осы мәселе бойынша жарыс сөзге шығушылар бар ма? Жоқ болса жарыс сөз тоқтатылсын деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Құрметті депутаттар, қаралып отырған мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызға таратылып берілген. Редакциялық комиссия шешім жобасына өзгеріс жасау жөнінде ұсыныс болды ма? Жоқ болса, осы шешім жобасы қабылдансын деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан шешім жобасы қабылданды. Күн тәртібіндегі 6-ші мәселе бойынша Зайсан аудандық мәслихаттың 2025 жылы 23 желтоқсан 26-28 жылдарға арналған Зайсан ауданы Қаратал ауылдық округінің бюджеті туралы нөмір 46-8 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы баяндама жасау үшін Қаратал ауылдық округінің әкімі Сайран Мереке Қабелұлы мінбеге шақырып сөз беріледі. Баяндама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған. Баяндаманы қайта тыңдаудың қажеттілігі бар ма? Жоқ болса дауысқа қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, қабылданды. Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса сұрақ тоқтатсын деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, қабылданды. Мереке Қабелұлы орныңызға отыруға болады. Осы мәселе бойынша жарыс сөзге шығушылар бар ма? Жоқ болса жарыс сөз тоқтатсын деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, қабылданды. Құрметті депутаттар, қаралып отырған мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызға таратылып берілген. Редакциялық комиссия шешім жобасына өзгеріс жасау жөнінде ұсыныс болды ма? Жоқ болса, осы шешім жобасы қабылдансын деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан шешім жобасы қабылданды. Күн тәртібіндегі 7-ші мәселе бойынша Зайсан аудандық мәслихаттың 2025 жылы 23 желтоқсанда 26-28 жылдарға арналған Зайсан ауданы Кеңсай ауылдық округінің бюджеті туралы нөмір 46-8 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде баяндама жасау үшін Кеңсай ауылдық округінің әкімі Смайылов Аслан Серікұлы мінбеге шақырып сөз беріледі. Құрметті депутаттар, баяндама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған. Баяндаманы қайта тыңдаудың қажеттілігі бар ма? Жоқ болса дауысқа қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса сұрақ тоқтатсын деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Аслан Серікұлы орныңызға отыруға болады. Осы мәселе бойынша жарыс сөзге шығушылар бар ма? Жоқ болса жарыс сөз тоқтатсын деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Қаралып отырған мәселе бойынша құрметті депутаттар шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызға таратылып берілген. Редакциялық комиссия шешім жобасына өзгеріс жасау жөнінде ұсыныстар болды ма? Жоқ болса, осы шешім жобасы қабылдансын деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан шешім жобасы қабылданды. Күн тәртібіндегі 8-ші мәселе бойынша Зайсан аудандық мәслихаттың 25 желтоқсанда 2026-2028 жылдарға арналған Зайсан ауданы Сарытерек ауылдық округінің бюджеті туралы нөмір 46-9-8 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу үшін баяндама жасау үшін Сарытерек әкімі Төлепбек Шақпақұлы мінбеге шақырып сөз беріледі.
Баяндама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған баяндаманы қайта тыңдау қажеттігі бар ма? Жоқ болса дауыс қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бір ауыздан қабылданды. Баяндама шартында қандай сұрақ бар? Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса сұрақ тоқтатсын деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, қабылданды. Екі орын чатпаған орныңызға отыруға болады. Осы мәселе бойынша жарыс жүргізушілер бар ма? Жоқ болса жарыс сөз тоқтатылсын деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бір ауыздан қабылданды. Құрметті депутаттар, қаралып отырған мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызға таратылып берілген. Редакциялық комиссия шешім жобасына өзгеріс жасауға ұсыныс болды ма? Жоқ болса осы шешім жобасы бекітілсін деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бір ауыздан шешім жобасы қабылданды. Күн тәртібіндегі 9-шы мәселе бойынша Зайсан аудандық мәслихатының 2025 жылы 7 желтоқсанда 2026-28 жылдарға арналған Зайсан ауданы Шілдеу округінің бюджеті туралы нөмірі 46-10 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы баяндама жасау үшін Шілдеу округінің әкімі Төлеуханұлы еңбегі шақырып сөз беріледі. Баяндама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған баяндаманы қайта тыңдау қажеттігі бар ма? Жоқ болса дауысқа қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бір ауыздан қабылданды. Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса сұрақ тоқтатылсын деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бір ауыздан қабылданды. Қуаныш Төлеуханұлы орныңызға отыруға болады. Осы мәселе бойынша жарыс сөйлесушілер бар ма? Жоқ болса жарыс сөз тоқтатылсын деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бір ауыздан қабылданды. Құрметті депутаттар, қаралып отырған мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызға таратылып берілген. Редакциялық комиссия шешім жобасына өзгеріс жасау ұсыныстар болды ма? Жоқ болса, осы шешім жобасы қабылдансын деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бір ауыздан қабылданды. 8-ші шақырылған Зайсан аудандық мәслихатының кезектен тыс 49-шы сессиясының күн тәртібіне ұсынған мәселелер толығымен қаралып шешімдер қабылданды. Сессия барысы бойынша анықтама берушілер бар ма? Жақсы. Жалпы орынбасарлар тағайындау ол денсаулық сақтау басқармасының басшысы тағайындайды, сол бұйрығымен тағайындалады. Жаңағы заңдылықтары бар, қанша жыл басшылық жұмыс істеу керек, қосымша жаңағы сертификаттар болу керек деген сияқты. И трудовой договор, функциональный обязанностьтер ол біздің ауруханада болады. Яғни жаңағы ауруханада қанша басшы болады, және ол орынбасар, орынбасар қандай іспен айналысады, мысалы бірінші орынбасар емдеу ісі бойынша жаңа дәрілік заттармен қамтамасыз ету аурухананы, науқастарды емдеу, диагностика, профилактика, вакцинация деген сияқты жақтарға жауап береді. Екінші орынбасар бұл жаңағы качествоға жауап береді, яғни медициналық көрсетіліп жатқан жаңағы қызметтердің сапасына жауап береді. Жақсы көрсетілді ме, жоқ жаңағы обращениялар бар ма, мысалы жалобалар бар ма деген сияқты сондай мәселелерге қарайды. Одан кейін келесі кезекте 4 орынбасарға дейін тағайындауға болады, жаңағы экономика жағынан орынбасар болуға болады, және қосымша ішкі аудит жүргізу бойынша орынбасар болуға болады. Сапасына жауап беретін орынбасар жалпы Зайсан ауданында ма, жоқ Шығыс Қазақстан облысында бәрі жерде бар ма? Ол жалпы штатта қаралған ол әр медициналық мекеме өзі бекітеді, басшы, бас дәрігер. Яғни бір орынбасар бола ма, әлде 2-3 одан да көп орынбасар бола ма, сол аудандық аурухананың басшысы шешеді. Орынбасар қанша сағатқа дейін алынады? Не алынады? Жоқ, дополнительный жұмыс. Оның статусы ғой? Егер ол кісі нақты орынбасар деген қызметте отыратын болса, онда ол кісіге қосымша 125 қана береді. Егер ол кісіге басқарушыға болатын болса, міндетін атқарушы, онда ол кісіге қосымша алып Мысалы үшін қанша кісіге алады? Мысалы үшін персоналды жұмысын қабылдау үшін елдің бәрі ыңғайға жұмса керек. Сонда ыңғай сөздерден адекватты күйлер өткізгенде?
кандай мамандар келди, кане ол кісіге кім обращаться етті нақты? Бұл кісілерді секторсында жұмысқа бас дәрігер қабыл қойып, орынбасар Былай істейік, Мадина Мырзабек. Онсыз да солай, біз басшының бұйрығымен жұмысқа қабылданып, басшының бұйрығымен жұмыстан шығарылады. Сондықтан орынбасарлар сөз жүргізді. Почти 2 сағатта жуық кісілер бар. Оның бәрі ақпараттар бізде бар. Кісілер айтты, сіздерге барып емдетпеймін. Жалпы осыны еңбек кодексіне байланысты заңдылықтың бәрі сақталу керек. Содан кейін сіздерге платная палата, бір особая палата бар терапияда. Сонда ол вообще қандай бір платный ма, қандай кісілер жатады уже. особый палата емес, ол жаңағы Мен мынандай мәселе. Сіздерде өткен жолда, мысалы үшін, сол жерде жатқан бандиттер маған қандай. Ахметов деген бандитсінің әйелі келіп сол жерде жатты. Мен мына палатаға жатпай, мен особый палатаға жатқызыңдар деп айтты. Осы сол палатаға апарып дейді, одан кейін мынандай төсекке жатпай, менің белім ауырып келген, маған басқа төсек әкелдерді біздің астымыздағы төсекті алып, сол жерге ауыстырып дейді, мен айтып білмеймін, оны палатаға вообще естіп көрмеймін. барлық келген науқасқа біз жағдай жасаймыз. Действительно, если ол кісіде жаңағы ушемление болатын болса, грыжасы болатын болса, воспалительный процесстер болатын болса, мысалы ол кісі вообще насылочный пациент негізінде. Сіз оны көрген жоқсыз, ол кісі мүлдем үйде жүріп, таңертең түнде жатқан, таңертең төсегінен тұра алмай қалды. Сондықтан ол кісі әлі жүре алмай жатыр. Қазір аудандық орталыққа жіберілді, ол кісі мүлдем өз аяғына баса алмай жатыр. Сондықтан ондай науқастарға біз міндетті емес, ол біздің сотрудник болсын, сіздердің туысқандарыңыз болсын, маған күнде звондайды ғой, жан-жақтан. Кім қандай науқас болса да біз дұрыс қараймыз. Действительно, ол кісіге жаңағы условия создавать етеміз. Ортопедический матрастар бар, специальностьтер көрсетілген. Сондықтан ол барлық науқасқа сондай жағдайлар жасалады. Білмеймін, мысалы арнайы сұрақтарыңыздың бәріне жауап берейін, дұрыстап, арнайы жаңағы палаталар дедіңіз, терапияда да, хирургияда ақылы палаталар бар. Егер сіз қаласаңыз, ақылы түрде жатуға, қасыңызға ешкім жатпағанын қаласаңыз, әрине бұнда жата аласыздар. Егер жаңағы 5 адамдық, 6 адамдық орындарда жата алатын болсаңыздар, бірақ ол жерде ешқандай бір керемет условия жоқ, ремонт жоқ, білесіздер, ешқандай бір ақылы дейтіндей науқастарға біз қазір условия жасай алмай отырмыз, шындығын айтқанда. Сондықтан мен қазір құжаттарды дайындап жатырмын, терапия, хирургия бөлімдеріне күрделі жөндеу бойынша, реанимация бөліміне міне уже құжаттар өтті. Қазір келер сессияға құжаттар дайын, оған ақша қаражат бөлінеді. Сондықтан сол жақта біртіндеп бөлімдерге күрделі жөндеулер өткізіледі. Сондықтан платный палатада, простой палатада бәрі бірдей капитальный ремонттар өтеді. Сондықтан оның ешқандай бір ерекшелігі болмайды. Son fevral ayında Sırpestur Bilmesi Osunda Zaysa'da 900 sahtın diyabeti uçurdu. Fevral ayında Jardes'teki en efektif suçlu sahtın diyabeti de Jardes'teki invakanı sonuçta. Sonra kısır alınmaya aldı. Başka cevap yanlardan asıp bespatlı değerleri buldu. Bırak fevral ayında Jardes'te dersi uçtu. Onu alatta Alunka'da участковый врач. Врач общей профилактики көрсетуге. Ол узкий специалист емес қой, мысалы үшін. Ол алғанда сол жәрдемісті бәрі кісілерге тарап салған, на самом деле 25-30 шақырым жүрген кісілер бәрін алмай қалған. Мен осы мәселені сіздерге звондап едім, сіз жоқ екенсіз, содан кейін Әлмира Талбайына звондасам, Әлмира Талбайына біз солай шешкенбіз деп айтады. Мен айтам, ол сіз ауызша шешесіз ғой, қай заңдар алдым, что ол узкий специалист емес, ол эндокринолог емес, ол эндокринологтың учетта тұр. Мысалы үшін қазір инсулин алатын кісі сізге келетін болса, сіз оны қандай қолымен бересіз? Түсінікті. Врач общей практики деген аталып тұр, яғни ол жалпы тәжірибелі дәрігер. Жалпы тәжірибелі дәрігер профилактиканы да жасайды, емді де жасайды, диагностиканы да жасайды. Тікелей жаңағы айтып тұрғаныңыз сіздің дәріні жазу именно таки сол дәрігердің міндеті, жалпы тәжірибелі дәрігердің міндеті. Ал жаңағы дәрі жоқ дегендеріңіз, ол дәрі жоқ, қазір май айына дейін дәрі болмайды Зайсан ауданында. Білесіз бе сіз? Былтырғы жылы Зайсан ауданы биылғы жылға мүлдем өтінім бермеген, заявка бермеген дәрігер. Сондықтан қазір мен мысалы шындығын айтайын, денсаулық сақтау басқармасында істегеннен кейін мен жаңағы поставщиктерді танимын, сол кісілерге звондап айтып жатырмын. Құдай үшін бірінші бізге әкеліп беріңіздерші деп. Өйткені олар маған айтады, сіздер даже
операционныйга стерильный перчаткага заявка берилмеген былтыр. Сенесиз ба? Мүлдем заявка мүлдем дәрігерге берилмеген. Министрге дейін звондадық біз. Зайсан ауданына беріңіздерші, кешіріңіздерші деп. Айтат, жаңағы бұрынғы кім заявка берді, сол кісіні шара қабылдаңыздар дейді. Бұрынғы кісілер уже жоқ, білесіздер. Сондықтан ол қазір май айына дейін Зайсан ауданында амбулаторный обеспечениемен дәрі болмайды деп былтыр өтінім уақытында берілмеген. Қазір только өтініш бойынша келіп жатыр. Мен звондап жатырмын. Беріңіздерші, бізге әкеліп беріңіздерші. Қазір мен 2 мың перчатка қарызға бердім бізге, честно говоря. Врач бұл, если сахар диабетиктерге Жазу керек осы. Жалпы тәжірибелі дәрігердің міндеті ол. Жоқ, сіз дәрігер емессіз, сіз білмейсіз. Жалпы тәжірибелі дәрігердің ол міндеті. Мен сізге тағы қайталап айтамын. Дәрі жазу, сол науқасты бақылау, ол сол дәрігердің міндеті. Узкий специалист деген ол кісі только консультация береді. Назначение жасайды, болды. Такси жадиз шетті, барады участокке, сол кісі рецепт жазады, тегін дәрісін береді. Ол кісілердің міндеті ол. Өлшенен, доброчерный деген кабинет бар, науқастар көбі кірмейді ол кабинетке. Сразу прямой дәрігерге келеді. Доброчерный кабинетке кірсе, салмақ, бой, сахар бәрі өлшенеді. Давлениесі түгел. Ол кісілер кіргісілері келмейді, уақытты тез өткілері келеді. Сол платный услугалар бойынша сіздерге ақша түседі. Сол вообще қолдауында қанша процент біздің Зайсан ауданында работниктары қаралады? Платный услуганың өзінің заңдылығы бар. Қанша пайыз қайда жұмсалынады. Ол бойынша бізде аудит бар, ревком бар, барлығы тексереді, барлығы заңды. Қанша проценті дәріге жұмсалады, қанша проценті ремонтқа жұмсалады, қанша проценті доплатаға жұмсалады, оның барлығы заңдылықта көрсетіледі. Біздің ауданында 20% деген. Не кажется? Солай ма? Еңбек актөрінде платный услугада. 20%-ке дейін. Ал иә, оны бүттіме 20%. Ал басқа аудандарда бір звондап білсек, кейбір жерде мысалы үшін 50%-ге дейін бар екен. Ол мысалы үшін платный услуга ол мекеменің дебиторская, кредиторская задолженностьін төлейтін емес қой. Мысалы үшін 20%-ден оны араты көтеру үшін. Біздің ауданның ауруханада кредиторская задолженность жоқ. Бүгінгі уақытта болмаған, қазіргі уақытта да жоқ кредиторская задолженность. Ол жаңа кредиторская задолженность бар райондарға ойлануға болады. Егер кредиторская задолженность болатын болса, ауданның ауруханада, онда бәрі оплата тоқталынады, штаттар қысқартылады, оптимизация болады полностью, ақшаны үнемдеу үшін. Сондықтан ол, егер индивидуальный вопростарыңыз болса, келіңіз маған кабинетке, пожалуйста. Содан кейін жалпы диабетиктердің айтатында. Вообще врач болып ондай назначение жасап. Қазақ айтады, шұншық сойса да қасап сойсын деп. Енді білмеймін, врач ол бәрін біледі, кім қалай ауырды, немде анализді алады. Мысалы сол врач Нәзір Оразбековна бәрін ашқан, бәрін сүзді, қай уақытта қандай неме болды, соған байланысты назначение жасады. Врач болыптың, мысалы үшін назначение жасап бергеніне сахар диабетиктерді бәрін ашты. Мысалы, біздің понятияда консультативно-диагностическое отделение деген бір консультация беретін бөлім. Ол жерде бізде кім отыр? Жаңа өзіңіз айтып тұрған эндокринолог отыр, невролог отыр, хирург отыр, травматолог отыр, басқа да дәрігерлер отыр. То есть узкий специалисттер дейміз біз, жеке тар мамандар. Ол кісілерге науқас не үшін келеді? Консультация алу үшін келеді. Қазір енді ол кісілердің функциясын бәрін қарап жатырмыз. Ол кісілер в основном науқас неге кіре алмайды ол кісілерге? Мысалы, айлық тосады, бір ай тосады, 2 ай тосады, тағы қалаға барады, ол жаққа барып платно өтеді, не болмаса направлениемен өтеді. Қазір мысалы олардың функциялары, күнделікті күнгі нагрузкаларын бәрін есептеп жатырмыз. То есть ол кісілер науқаспен айналысу керек, бірақ ол кісілер басқа жұмыстармен загружены. Сондай моменттар внутренний аудит жүріп жатыр қазір. Мен не осы айтып отырғаныма 3 ай болады. Мен жарты жылдан кейін мен сіздерге бір отчетный немен жасаймын. Встреча жасаймын. Жақсы, рахмет Мадина Мырзабековна, Алмагүл Құрмашевна. Содан кейін сіздер бір сұрақтарыңызды қойдыңыздар ма? Мынау мәслихаттың сессиясы, сіз 2 сазықтың депутатысыз, орныңыздан тұруға барғылай бір нәрсе талқылау жоқ. Сіз біріншіден мәслихат бюросына ешқандай ұсыныс жасаған жоқсыз. Сіз тұра тұрыңыз. Мен сізге айтып отырмын. Мәслихаттың жүруі регламенті. Әртүрлі мәселеңізде мәслихаттың төрағасы бар. Сіз қалаңыз, қаламаңыз мәслихаттың төрағасы бар. Сіз төрағаға келіп айтасыз, әртүрлі мәселеге маманнан кіргізіп берші. Мен бұл кісіге айтамын, әлембайым сессияда сізге әртүрлі мәселеге осыны қойып отыр. Сіз дайындалып келіңіз. Сіз мына жерден как будто көрдіңіз, түрін көрдіңіз де тұрғызып айтып жатсыз. Мадина Мырзабековнаның мен өзім жұмысына
жұмысына, осы 3 айлық жұмыс болса, мен өзім барып больницаға келгеннен кейін ішін аралап шықтым. Сіздер осы жерде қайда қалдыңыздар, сол кезде сұрақ қоятын болса. 200 миллион осы жерде қайда таптым деді. Сол жердегі басшы. Келмей кетіп, мен көрсем дейін жүршеді. Мен больницаның ол кісілер, сіздер мен жерде жағдайсыздар, жақсы келмеді. Больницаның ішінде кісі шошиды. Терапияның диванындарыңыз бар. Түгел шашылып қалған. Терапияның ішін қараңыз бар. Құрт жұмысқа жүгірді. Ешқандай ремонт жасалмаған. Соны осы жерде бізге айтты ғой, премия беріп жатырмын деген. Өйтіп премия берген не керек, ана жерде науқастарға жағдай жасалмаған. Бұл кісіні мен бірге алып, терапия, хирургия, жаңағы реанимацияның ішін көрсеңіздер, шошисыздан ананы 7 жыл тазаламаған. Ертең бұл ана жерде түссе, сіздер жұмайсыздар меніңше. Сен келгенде не қарадың? 3 айда ол кісі не бітіреді? 3 айдан осыны көрсетіп, ары қарай облыстан қаражат сұрап әкелгеннің өзі үлкен еңбек, үлкен ерлік. Бұрын біз сеніп отырдық осы жерде. Өйткені сіздер арқасыз, именно сіз Алмалы фармациясына больницамен тығыз байланыста болдыңыз. Сіз айтып жүрсіз, бәрі жақсы келмеді. Ішім бармаған емес, ешқандай кереметтік жоқ. Авария ана скорыйдың есік гаражын қараңыз. Іші ойылып орнынан құлап алды. Байсұстан ана гаражы жыта алмайды, мәшіне далада тұрады. Сондықтан сіздер керек мәселелеріңіз бар ма? Сіз дау байландырмаңыз. Қарайсыз ба мәселені, маған ұсыныс жасайсыз. Міне әртүрлі мәселе. Мына жерде тұрып, сіздер больницаның ішінде талқылап жатырсыз, отырып. Жарты жылдан кейінгі кезекті біздің өзіміздің сессияда бір есеп беріледі. Сол кезде есебін береді, сол кезде қарайсыздар. Сондықтан сіздер мәслихатта тұрып, мына жерде кісілер бар, мәслихаттың жүру регламенті бар. Әртүрлі мәселеде ештеңе қойған жоқсыздар, мен күнім қойдым. Әртүрлі мәселе сіз 2 сағатта уже депутат боласыз. Сондықтан сіздер оның мәслихаттың жүру регламенті, қойылатын сұрақ талаптар. Бұл кісі қазір келген 3 ай болды, соның өзінде басшылықта істегеннен кейін сізге толық жауап береді. Басқа біреу болса қазір жауап береді ғой. Менің келгенім 3 ай болды, әлі астын үстін қараймын жатырмын. Сіздер ана астына кіріп көрдіңіздер ме? Больницаның астындағы жаңағы тұрған нені, бомбалы увечьяны, мусор іші. Түгелін көрсетіп мен салып береді. Есебін береді, осы жерге қойып камераны қосып отырып көрсетеді сіздерге. Бұрын қандай болды, қазір қандай болды. Сондықтан біреу жұмыс істеді ме? Анау жақсы, мынау жақсы емес, бізге аудан халқы керек. Бізге басшылардың жұмыс істегені керек. Оның туысы ма, жақсысы емес, халықты бірінші сонымен қамтамасыз ету керек. Даже ішінде су ішетін су жоқ. Ана көп балалар жаңа баласымен барғанда терапия жасап кейінгісі баланы қоятын жер жоқ. Оның мәселенің бәрі айтылған дейді. Оның ішін қозғамаған. Бұл істелу керек қой, қанша айтқанмен. Сондықтан сіздер мәслихаттың жүруін алмауы тұрмасында мен сізге жасыңызды сыйлап айтып отырмын. 2 сазып отырдыңыз. Бүйтіп атып тұрып, бәлембаевқа сұрақ қоямын, бәлембаевқа сөйтем деген жоқ. Сессияның өзінің барысы бар, айтылатын несі бар, әртүрлі мәселеге қоясыз бәрі. Қай-қайсысы маманға қойсаңыздар. Бұларға ескерту керек, қанша жұмыстар бар бұл кісілер. Атып тұрып сіздің мәселеңізге жауап бере кетпейді кейбіреу. Оның ақшасын білмей жатыр. Ертең соның өзін сын қаласыздар сосын алып. Ана білмейді екен, тұрғызып қойып сұрақ қойып дегенде. Оның басы алгоритмдар, басы компьютер емес. Сондықтан ондай мәселелерді күн тәртібіне қойып, кезекті өзіміздің сессияда аудандық медицина бар, жарты жылдық өтіп, осы жерлерге бесен беріп, сол өзі сұрақтарыңызды қоясыз. Сондықтан Мадинамызға өткізіп, жауап бергеніңізге рахмет. Отырғаныңызға алып. Бір момент мен айта салайын, мен сұрақтарыңыз бәрі жөнді, рахмет көп қойып алып жатқандарыңызға. Расымен де қазір мен жаңа кадрлық вопросты айтып жатсыз ғой, ондай волнение қазір айлағында болады, бұл басқана. Өйткені мен жаңағы зейнетке шыққан мамандарды босатып жатырмын. Уақыты келді, 6 жыл, 7 жыл жұмыс істеді, енді ол кісілер өтпес жоқ деп ойлаймын. Қазір міне сіздер менің алдымдағы резюмеларды көрсеңіздер, біз Зайсаналда қандай көп жастар, біреу медсестра бітірген 3 жыл бұрын базарда саудагер болып тұр. Айтады, мен тосып жүрмін осы орынды дейді. Бұл кісі міне 6 жыл болды осы жерде дейді. Сондықтан жастарға жол берейік, жұмыс істесін. Мысалы, пенсионерлерді нетпейміз, енді келістік. Ол кісілерде доход бар, ал жастарда жас отбасында ешқандай доход жоқ қой. Ол кісілерге придется сондай полжылға барып, дипломы болады, базарда сауда жасайды. Сондықтан қазір мен жас мамандар келіп жатыр. Апрель айында дәрігерлер келіп жатыр, жас дәрігерлер, хирург келеді, реаниматолог келеді. Сондықтан жұмыстар жүргізуде, ол бір сұрақтармен қорықпаймын, жұмыстан да қорықпаймын. Любое время есігім ашық, мен кешкі 8-ге дейін отырып келе беріңіздер. Жұмыстарыңыз біткен уақытта келіп, любой сұрақ қоя беріңіздер. Ешқандай проблема жоқ. Қазір міне жұмыс ақырын жүріп жатыр. Жарты жылдықта полный отчет, фото отчетіне қосып тұрып жатыр. Жақсы, рахмет, Мадинамыз орныңызға отыруға болады. Құрметті депутаттар, Ризабек Шакенұлы, бір ауыз. Құрметті Рама, құрметті әріптестер, құрметті аудан әкімшілік
Кешеден бері міне бюджеттің 25 жылға бюджеттің орындалуымен 26-28 жылдан қаралған бюджетті қарап, менің көңілім толып, сіздерге осы 8 шақырым депутаттармен бірге аудан әкімінің аппаратының, қала ауыл әкімдерінің жұмысына өте жақсы баға беремін деп тұрмын. Себебі аудан бюджеті 101% орындалды. Кеше облыстық тексеру комиссиясы мүшесінің есебін тыңдадық. Қала ауыл әкімдерінің барлығының бюджет 100%-дан жоғары салықтық түсімдер орындалған. Бұл нені көрсетеді? Мына халық өзі таңдап сайлап алған әкімдерінің жұмысының жақсы нәтижесі деп есептеймін. Енді бізбен 8 шақырым депутаттармен бірлесіп, былтырғы бөлінген қаражаттардың бәрін толықтай игеріп, халық үшін қызмет істеп жатқанымызға бірлесіп көп рахмет айтамын. Және де алдағанмен келе жатқан жаңа жылымыз наурыз мерекесімізбен барлықтарыңызды құттықтаймын. Дендеріңізге саулық беріп, отбасыларыңызға амандық беріп, халық игілігі үшін биылғы жылда жақсы нәтижелерге жетуімізге тілектеспін. Рахмет. Рахмет. Құрметті депутаттар, құрметті сессия қатысушылар, Елизабек Шәкеевұлы жаңа жақсы айтты, атқарылған жұмыстарға байланысты аудандағы маңызды жаңа нысандардың салынуы, халықтың әлеуетінің артуы өте дұрыс баға беріп отыр. Сондықтан аудан әкімшісі сапарда болса да Айгүл Ахметзәлімқызына және облыстың бастаған мемлекеттік қызмет біздің атқарушы билікке бізде бірлесіп жұмыс істегенімізге өте ризашылығымызды білдіреміз. Округ әкімдері депутаттармен әр уақытта бірлесіп бірге жаңағы атқарып жатқан жұмыстарына еш кедергісіз жаңағы қоғамдастықта ашықтық, бір-бірімен жақсы жұмыс атқарып жатыр. Сіздерге де рахмет. Енді келе жатқан жылғы құтты болсын, наурыз мерекесі құтты болсын. Ауданымыз бұдан да экономикалық әлеуеті арта берсін. Енді қызмет болғаннан кейін, жаңа жұмыс барысы болғаннан кейін бір-бірге артық айтып бара жатады. Оны бір-бірлерімізді түсінікпен қараймыз. Өйткені бәріміздің билеп отырған бір терең ұшпағы, еліміздің, мемлекетіміздің артуы, экономикасының, халықтың әлеуетінің артуы. Сондықтан сайланған депутаттар болсын, тағайындалған басшылар болсын, сайланған әкімдер болсын, барлығы халыққа қалтқысыз қызмет ету. Сондықтан қолымыз келгенше үкіметімізге адал еңбек етіп, өзіміздің жаңағы ауданымыздың, мемлекетіміздің, президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың сындарлы жаңа Қазақстанның саясатын алдарында үлкен ата заңның болу мақсатында еңбек атқара берейік. Еліміз сау, басымыз аман болсын. Келе жатқан қазақтың ұлттық мерекесі әр наурыз құтты болсын. Рахмет.